Күздің салқын кеші, сары дала үнсіз, ескі қара шаңырақтың алдында ақ сақалды қария үнсіз отыр. Бұл үйді оның атасы салған. Осы табалдырықтан талай ұрпақ өткен. Іште жалғыз ұлы Ержан. Қалада оқып келген. Көңілі қалада, ойы басқа өмірде. Қария баласын қасына шақырды. Балам, мына үйдің оғын ұстап тұрған не деді? Жай ғана. Шаңырақ қой, әке, деді ұлы. Жоқ, баламы. Шаңырақты ұстап тұрған сен. Ержан үнсіз қалды. Мен кетемін, бірақ бұл үйдің оты өшпеуі керек. Үйдің оты отбасының бірлігі. Егер сен кетсең, мына қара шаңырақ жабылады. Ал шаңырақ жабылса, ата баба рухы да жетім қалады. Сол түні Ержан ұзақ ойланды. Қалада жұмыс, ақша, арман бар. Бірақ мына үйде тарих бар. Атасының иісі бар, әкесінің еңбегі бар. Көктем келгенде әкесі дүние салды. Ауыл адамдары жиналды. Үйдің ішінде үнсіздік. Ержан шаңыраққа ұзақ қарады. Әкесі айтқан сөз есіне түсті. Шаңырақты ұстап тұрған сен. Сол күннен бастап Ержан кетпеді. Үйді жөндеді. Аулаға ағаш отырғызды. Ауыл балаларына көмектесті. Қара шаңырақ қайтадан тірілді. Жылдар өтті. Бір күні өз ұлын қасына отырғызып, балам, мына үй жай ғана үй емес, бұл аманат. Шаңырақты ұстап тұрған сен боласың, деді. Шаңырақ солай ұрпақтан ұрпаққа аманат болып қала берді.